Сәлем достар, бүгін біз шұбаттың пайдасы туралы айтатын боламын. Түйе сүті, қан диабеті, бүйрек, асқазан ауруларына пайдалы. Ол адамның иммунитетін көтеріп, ауруы барлардың кез келген сырқатын емдейді. Ең бастысы көптеген аурудың алдын алады. Сондай-ақ Маңғыстау облысындағы түйелер жантақ деп аталатын шөптен қоректенеді. Жалпы әр жерде шөп десе де олардың барлығы да пайдалы екені сөзсіз. Шұбат адамның есте сақтау қабілетін жақсартатын болады. Түйе сүті созылмалы өкпе құрты, бауыр мен сары ауру, өт жолының қабынуын емдеуге таптырмас дәрі болып табылады. Құрамында көптеген А және В, Д, Е, С дәрумендері бар. Түйе сүтінің инфаркт және инсульт алдын алуына маңызы зор болып табылады. Бұдан өзге де қатерлі ісік пен қант диабетінің шипасы болып көп әсер еткен. Табиғи шұбат өнімдерінің адамның есте сақтау қабілетін жақсартып, ми тамырларының жұмысын ретке келтірген. Әсіресе нар сүтінің ақуыз мөлшері мен оның майлылығы қымызға қарағанда жоғары, ішінде С дәрумері мол. Және де шұбат салмақ қосуға да көмектеседі. Негізінен түйе сүтінің сиыр сүтіне қарағанда дәруменділігі жөнінде 10 есе артық. Мұнымен қатар шұбаттың ауыр оталардан кейін науқасты қалпына келтіруге пайдасы зор. Күні бойы бүгін жұмыспен жүретін жастардың осы шұбат ішіп салмақ қосатын кездері де көп. Қазіргі қалада қан аздық ауруларына шалдығып, көп салмақ жоғалтқан адамдар жетерлік. Мұның көп түркіні жастардың тынымсыз еңбектенуіне байланысты. Міне осындай көбінесе шұбатты ішіп, дене бітімін қалпына келтіріп жатады. Түйе мен бие сүтіне жақын халықпыз. Қазақ хал амандығын сұрағанда, сөз төркінінде мал жаның аман ба деп бастаған, осыны ұмытып бара жатқан сияқтымыз. Шұбат түйе сүтінен дайындалатын сусын. Шұбатты бір қорландырып алады да, одан әрі ешқандай ашытқысыз ашыта береді. Дәстүрлі қазақ қоғамында шұбатты торсыққа немесе ағаш күпіге ашытқан. Ол бір тәулікте өз бабымен келеді. Шұбатқа арналған торсықты түйе мойындығынан жасайды. Шұбат ашытқаннан кейін оны адамға берер алдында шайқап, көпіршігін жақсылап араластырып ұсынады. Түйе сүті бұл түлік суды аз пайдаланғандықтан майлы болып келеді. Қуаты мен дәрілік қасиеті қымыздан кем емес. Қымызда 499 және 528 кал болса, шұбатта 789 бен 991 кал болады. Шұбат құрамында май және әртүрлі витаминдер мен тұздар өте көп. Түйе сүтінің ұдайы пайдаланғанда ішкі мүшелерінің қызметін реттеп, адамды семіртеді. Қазақ емшілері түйе сүтін науқастарға емдеуге қолданылады. Жасы ұлғайған қарттарға, ауру салдарынан дене қуаты төмендеген науқастарға бір мезгіл шұбат ішкізеді. Шұбатты ішкен соң адам денесін балбырап терлейді, ұйқысы жақсарады, сергиді, біртіндеп семіреді. Шұбатқа қоса бағлан етімен сорпалануға жақсы әсер ететін болады. Міне достар, бүгінгі біздің каналымыз аяқталды. Маған лайк басып, подписать бөліміне өтіп кетіңіздер. Сау болыңыздар, рахмет.